Қозғыш тіндер физиологиясын жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып тіндердің қозғыштығы. Тақырыпты бастаудан алдын қозғыштық дегеніміз не? Соны қайталап аламыз. Қозғыштық деп тіннің тітіркендіргіштің әсерінен тыныш жағдайдан әрекет жағдайына өтуін айтамыз. Енді әрбір тіннің өзінің қозғыштық деңгейі болады. Кейбір тіндердің қозғыштығы жоғары, ал кейбір тіндердің қозғыштығы төмен болады. Мысалы, нерв тіні қозғыштығы 10 милливольт, ал сүйектікі 20 милливольт, миокардтікі 40 милливольт. Яғни мембрана потенциал покойдан кут, яғни әрекет потенциалына өту үшін әсер ететін минималды күш бұл 10 милливольт. F дегеніміз бұл табалдырық күші, яғни минималды табалдырық күші. Осы күш әсер еткенде ғана жауап реакциясы болады. Ал сүйекте 20 милливольттық күш әсер еткенде ғана жауап реакциясы болады. Ал миокардта 40 милливольттық күш әсер еткен кезде жауап реакциясы болады. Яғни осылай салыстырып келгенде нерв тіні ең қозғыштығы жоғары болып тұр. Яғни 10 милливольттық күш әсер еткенде ғана уже басталады. Ал 10 милливольттық сүйекке әсер етсе, ол кезде қозғыштық болмайды. Және миокардта да сондай болмайды. Ал енді нерв тініне мысалы 5 милливольттық күш әсер етсе, онда нерв тіні оған жауап реакциясын бермейді. Нерв тіні жауап реакциясын беру үшін кемінде 10 милливольттық күш әсер ету керек. Ал сүйекке 20. Ал мысалы соған қарай осы формула шығады. Яғни мынау табалдырық күші қаншалықты жоғары болса, мысалы миокардта жоғары, қаншалықты жоғары болса, тіннің қозғыштығы төменін білдіреді. Яғни мына жерде ең қозу табалдырығы ең жоғары болып тұрған миокард, яғни 40 милливольт. Яғни 40 милливольт әсер еткен кезде миокард жауап береді. Яғни бұл миокардтың қозғыштығы басқаларға қарағанда төмен. Ал мына жерде қаншалықты қозу табалдырығы қаншалықты төмен болса, нерв тіні қаншалықты төмен болса, ол тіннің қозғыштығы соншалықты жоғары дегенді білдіреді. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы жүреді. Тіндердің қозғыштығы өзгеруі мүмкін. Ол неге байланысты? Ол тіннің тітіркендіргіш әсер еткен кездегі оның физиологиялық функционалдық жағдайына байланысты. 4 түрлі болуы мүмкін. Қалыпты қозғыштық фазасына түсуі мүмкін, немесе экзалтация, немесе қалыптыдан жоғары қозғыштық. Үшіншісі относительный қозғыштық, төртіншісі абсолютті қозғыштық. Мысалы, қалыпты қозғыштық дегеніміз бұл тін қалыпты жағдайда тұр, оған тітіркендіргіш әсер етті, және сол әсер еткен күш бойынша 100% жауап береді. Ал екіншісі қалыптыдан жоғары, яғни әсер еткен тітіркендіргішке оның күшінен жоғары жауап беруін айтамыз, немесе экзалтация деп айтамыз. Ал үшіншісі бұл тітіркендіргіш тінге әсер етті, бірақ толықтай оған сай жауап бермейді тін, немесе 100-ден төмен болады, және бірақ 0-ден жоғары болады. Ал абсолютті қозғыштық дегеніміз бұл тін мүлде жауап бермейді. Бұған мысал келтіреміз. Мысалы, адам бірінші приседание жасап бастаған кезде қалыпты қозғыштықта бірінші адам жайлап бастайды, жаңағы мидан сигнал келеді, адам отырып тұра бастайды. Ал 10 рет жасағаннан кейін адам уже жеңіл жасай бастайды, және бұл экзалтация сатысына түседі. Яғни мидан азғандай сигнал келеді, бірақ адам өте тез жасап бастайды. Ал мысалы уже 30-40 жасағаннан кейін относительный деп айтылады, уже мидан сигнал келіп жатыр, бірақ адам мышцалар шаршағандықтан уже адам жайлап отырып бастайды. Уже бұл мидан келіп жатқан сигналға толық жауап бере алмайды, себебі уже ол кезде бұлшықеттің относительный қозғыштық фазасына түскенін білдіреді. Ал абсолютті қозғыштық, мысалы адам уже 50-60 рет жасады, уже мышцаларда күш қалмады, бірақ мидан сигнал келіп жатыр, адам жасағысы келіп жатыр приседание, бірақ мышцалар уже оған жауап бермейді, себебі ол абсолютті қозғыштық фазасына түсті. Яғни бұл кезде ответная реакция 0 болады. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк басыңыз. Келесі видеоларда тақырыпты жалғастырамын.